Барлықтарыңа сәлем, аты жөнім Дінмұхамед Жігер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан жеріндегі ұлы түркі дәуірі 6-12 ғасырлар аралығы. Бәрімізге мәлім, Қазақстан жеріндегі алғашқы қалыптасқан феодалдық мемлекет бұл түркі қағанаты, түрік қағанаты. Түрік қағанатының алғашқы қағаны Бұлмұң қаған. Түрік қағанаты өзінің тәуелсіздігіне сол кезде жужандармен, яғни аварлар деп атайды, жужандармен, аварлармен және де соның қағаны Анағұймен қарсы соғыста жеңіске жетіп, өз тәуелсіздігіне жетеді. Түрік сөзі күшті, мықты деген мағынаны білдіреді, яғни оны Ашина руымен байланыстырады. Ал түріктердің сол кездегі арғы атасы Ашина болып табылған. Яғни Ашина руымен байланыстырғандары сол. Түрік тілдес тайпалардың ортақ атауын Теле деп атайды. Жалпы түріктер жайлы алғашқы мәліметтер, мағлұматтар Қытай деректерінде 542 жылдан бері кездеседі екен. Яғни сол кезде 545 жылы Қытай өз елшісін түрік қағанатына жіберіп, 545 жылы бейбіт қарым-қатынас орнатқан. Және де ол кездегі түрік қағанатындағы әрбір билеуші, яғни Ашина руынан қағанның қанымен тараған адамдар ғана сайланған. Сол кездегі билік еткен тұлғаларды қаған, ябғу, шат, елтебер деп атайтын, ал қарапайым халықты бұдын деп атаған. Түрік қағанатындағы алғашқы қаған Бұлмұң қаған деп атап кеттік. Яғни Бұлмұң қағанның билік еткен жылдарында қандай нәтижелерге жетті? Ол түрік қағанатын негізін қалаған Бұлмұң қаған, жужандарды алғашқы болып талқандырғанда сол Бұлмұң қаған, және де 552 жылы Бұлмұң қаған Елхан деген атақ алады. Бұлмұң қағаннан кейінгі түрік қағанатын билеген ол Мұқан қаған. Мұқан қағанның билеген жылдары 553-572 жылдар аралығы. Мұқан қаған жужандарды толық талқандырды, және де түріктер ұлы даланың шығыстағы қожайынына айналған. Кейін орталық Азия мен оңтүстік Сібірді жаулап алды. Мұқан қағаннан кейінгі түрік қағанатын билеуші ол Іштемей қаған. Іштемей қағанның тұсында қазіргі Қазақстан, Орта Азия аумағын бағындырып, Еділ мен солтүстік Кавказға дейін жеткен екен. Іштемей қағанның тұсында сонымен қатар түркілер әскери жағынан қуатты империяға айналды. Іштемей қаған Ұлы Жібек жолының солтүстік қарамағын ашып, сонда сауда және дипломатиялық байланыс орнатқан. Ал сол кездегі түрік қағанатымен алғашқы дипломатиялық сауда келісім шарттарын байланыс орнатқан мемлекет ол әрине Византия. Түрік қағанатының саяси ықпалын жүргізіп, қарым-қатынас жасаған мемлекеттерге, яғни Византия, Иран, Қытай мемлекеттері жатады. 6 ғасырдың 70 жылдарында, яғни 570 жылдардың шамаларында түрік қағанаты Манчжуриядан Босфорға дейінгі жерді алып жатқан екен. Ал 6 ғасырдың 80 жылдарында түркілер парсы елдерімен одақтасқан. 568 жылдары әскери сауда келісім жасаған мемлекеттер жаңа айтып кеткендей, яғни бұл түрік қағанаты мен Византия. 568 жылы Византияға елшілік бастаған түрік қағанатынан ол Маниях, ал керісінше түрік қағанатына елшілігін жіберген византиялық Земар деген елші екен.
түркілердің отқа табынатыны туралы алғаш айтып кеткен византиялық елші ол Земарх. Осымен бірінші сұрағымыз тәмамдалды. Енді екінші сұраққа жауабымызды айтайық. Келесі сұраққа жауап берейік. Ол түрік қағанатының ұлы мұрагерлері. Ең бірінші атап өтетін ол батыс түрік қағанаты. Өмір сүрген жылдары хронологиясы 603 және 704 жылдар аралығы. Сол кезде 10 оқ тайпа одағы деген ұғым қалыптасқан болатын. 10 оқ тайпа одағы дегеніміз 10 тайпадан тұратын халық деген сөз. Жалпы сол халықты құраған ол бұлулар мен нушибилер деген халықтар екен. Батыс түрік қағанатының аумағы шығысында Алтай тауларынан солтүстік батысында Каспий теңізіне дейін қамтыған екен. Ал мемлекеттің негізгі өзегі ол Жетісуда орналасқан. Сол кездегі Іштемей қағанның кейбір мәліметтері бойынша Іштемей қаған 100 мың адамдық әскері бар 10 тайпа қағаны аталғаны осы Қытай деректерінде айтылып кеткен екен. Гумилевтің деректері бойынша Іштемей қаған қайтыс болғаннан кейін билікке Тардуш келген екен. Және де осы Тардуштың билік еткен жылдары батыс түрік қағанаты ерекше мықты елге айналып кеткен болатын. Сол кездегі билік етуші шенеуліктерді Ябғу, Шат, Елтебер деп атаған. Ал бұйрықтар мен тархандар деп біз сот билігінде іс атқарған адамдарды атайды екенбіз. Қарапайым халықты тат деп атайды. Яғни тат дегеніміз тәуелді алым-салық төлеушілер деген сөз. Бұл Махмұд Қашғари деген ұлы тарихшы тұлғаның деректерінде тат деген сөз қолмен тең екен. Тардуштан кейін билік киген Шегу мен Тон қағандары және де солар осы қағандардың билік еткен тұсында батыс түрік қағанаты ерекше күшейген болатын. Яғни әскери жағынан қатты күшейген болатын. Тон қаған орталық Азия мемлекеттеріне ерекше қатаң бақылау орнатқан екен. Яғни оның қол астындағы барлық иеліктерге қағанның өкілдері тұдындар жіберілген. Кейін Ишпар елдері деген қаған пайда болды. Ол 10 тайпа, 10 бұдын деген жүйенің негізін қалаушы. Сол кездегі қағанаттың негізгі орталығы Шу өзен бойындағы Суяб қаласы болып табылған. Ал жазғы ордасы Спижап қаласындағы Омбылақ деген жерде орналасқан екен. Алайда қаншалықты күшті мықты ел болғанмен батыс түрік қағанаты кейіннен олар Қытайға бағынышты болып қалды. Сөйтіп Қытай дегенмен тең, яғни пара-пар Тан империясы пайда болды екен. Тан империясының өмір сүрген жылдары ол 618 бен 907 жылдар аралығы. Енді келесі қозғайтын тақырыбымыз бізде Шығыс түрік қағанаты. Шығыс түрік қағанатының өмір сүрген мерзімдері ол 682-744 жылдар аралығы. Яғни Қытайға тәуелді дедік қой, Қытайға қарсы соғысып өз тәуелсіздігіне жеткен қағанат ол Шығыс түрік қағанаты. Шығыс түріктері 682 жылы
өз мемлекетін қалпына келтірген жері ол Монголияда екен. Оның шығыс түрік қағанаты ол Қытайдың солтүстігі, яғни Қашқария. Бірақ алайда ол жер 1761 жылдан бері Шыңжаң деп аталып кеткен екен. Себебі 1758 жылы Жоңғар хандығы тарих сахнасынан жойылған екен. Ал 1755 жылы, яғни оған себеп болған 1755 жылғы Қытай жоңғар соғыс екен. Жоңғар хандығының күйреуінің бастаушысы болған екен. Шығыс түрік қағанатының негізін алғашқы билеген қағаны ол Қапаған қаған 691-716 жылдар аралығы. Қапаған қаған тұсында орталық Азия бағындырылды. 716 жылы Білге қаған шығыс түрік қағанатының билеушісі болды. Білге қаған мен оның інісі Күлтегін түрік қағанатын қайта өркендетті. Түрік қағанатының күш қуатын арттырып, жерін барынша кеңейткен қаған бізде Күлтегін болып есептелінеді. Шығыс түрік қағанатының қағандары Білге мен Күлтегін келісім шартқа қол жеткізген мемлекет ол әрине Қытай. Келесі Түргеш қағанаты, оның өмір сүрген мерзімдері 704-756 жылдар аралығы. Батыс түрік қағанатының мәдени және саяси дәстүрлерін жалғастырушы ел осы Түргеш қағанаты. Яғни Түргеш қағанаты Батыс түрік қағанатының құрамында болған. Олар Шудағы сары түргештер және де Іле маңындағы қара түргештер болып екіге бөлінген. Түргеш қағанатының негізін қалаған ол Үшлік қаған болатын. Үшлік қаған елді мекенді 20 әкімшілік аймаққа бөлген. Сол кездегі астанасы Сояп қаласы болатын, ал екінші астанасы Іле өзен бойындағы Күнгөт қаласы болған. Түргеш қағанатының құрылуына жол ашқан жағдай ол Үшлік қағанның Қытайға қарсы соғыста жеңіске жеткені. Түргештер туралы алғашқы мәліметтер Күлтегіннің жазбаларында кездеседі. Үшлік 706 жылы араб әскерлерімен күресте саудыларға күреседі, яғни Бұхара аймағында. Кейін Үшлік қағаннан кейінгі билеген қаған ол Сұлу қаған, Сұлық қаған деп атайды кейбір деректерде. Оның билік еткен жылдары ол 715-738 жылдар аралығы. Оның билігінде Астана Тараз қаласы болды. Сұлудың үш жақты күресін айта кетсек, ол оңтүстік батыста арабтармен, оңтүстік шығыста Қытайлармен, ал шығыста шығыс түрік қағанатымен үш жақты күрес жүргізген екен. Сұлуды арабтар сөзеген деп атаған, яғни мүйізді қаған деген мағына білдіреді. 740 жылы алайда Қытайлар Таразды, ал 748 жылы Суяб қаласын басқарып алады. Кейін 751 жылы Атлас шайқасы тарихта орын алады. Бұл шайқаста басты шайқасқандар олар араб пен қарлық, яғни түргештер Қытайға қарсы соғыс ашады. Шайқас 5 күнге созылады, алайда Қытай әскері толықтай талқандалады және де нәтижесінде қытайлықтар Жетісу аймағынан бір жолата кетеді және де орталық Азияда ислам діні тез тарады. Және де ең маңызды зат осы шайқаста түркілер өз болмысын сақтап қалды. Сөйтіп, осы шайқастан кейін Түргеш қағанаты өз өмір сүруін тоқтатып, осы аймақта Қарлық қағанаты деген жаңа қағанат пайда болды. Түрік қағанатындағы маңызды әлеуметтік саяси оқиғалар. Бірінші сұрақта жауап беріп өткендей, түрік қағанатындағы маңызды әлеуметтік саяси оқиғаларға ол түріктердің жужандармен, яғни аварлармен шайқасын
атап кетуге болады. Жужан қағаны Анағұй мен Бумын түрік қағанатының сол кездегі алғашқы қағаны Бумын қағанның арасында соғыста түрік қағанаты жеңіске жетіп, Бумын қағанның тұсында түрік қағанаты деген қағанат пайда болады. Жужандарды талқандайды. Сөйтіп 552 жылы Бумын қаған Елхан деген атағын алады. Бумын қағаннан кейін Мұқан қаған билейді. Мұқан қағаннан кейін Іштемей қаған билейді. Ал төртінші сұраққа қоса жауап беріп кетсек, қандай көрші мемлекеттермен орнатқан қарым-қатынастары бар дегенге, жаңа айтып кеткендей, Іштемей қаған Ұлы Жібек жолында алғаш дипломатиялық және саяси қарым-қатынастар орнатқан болатын, және сонымен алғашқы орнатқан мемлекет ол Византия мемлекеті болатын. Византиядан бөлек Иран мен Қытай мемлекеттері де бар. Византиядан Демарх деген елшісін жібереді түрік қағанатына, ал түрік қағанатынан Византияға Маньях деген елші жіберілген болатын. Түріктердің сол кезде отқа табынатыны жайлы Византияның елшісі Демарх айтып кеткен болатын өзінің деректерінде. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.